Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мектеп ауласына саяхат, Л дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта Л әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Л әрпін көркем жазуды үйренесің. Балалар, бүгін біз жаңа әріппен танысатын боламыз. Ол үшін алдымен бейнебаянды бірге тамашалайық. Бір кездері әдемі ауыл болды. Ауылдағы өзен жағасындағы кішкентай үйшікте тауық өмір сүріпті. Көп ұзамай тауық 12 жұмыртқа басады. Оның 10 жұмыртқасы балапанға айналса, екеуі жұмыртқа түрінде қалады. Тауық 2 жұмыртқаны сарайда қалдырып, балапандарына асық іздеп көшеге шығады. Сол сәтте жарылмаған 2 жұмыртқаның бірінен тоқылдаған дыбыс естілді. Көп ұзамай балапан кішкене ғана тұмсығымен қабыршақты жарып шығады. Кішкентай балапан жан-жағына көз салып, анасын іздей бастады. Алайда маңайынан ешкімді таба алмады. Көңілі түсіп кеткен балапан анасын іздеуге бел буады. Кішкене қанаттарымен бетін жауып алып, көшеге қарай беттейді. Балалар, біз бейнебаяннан не көрдік? Дұрыс айтасың. Анасын іздеген балапанды көрдік. Балапан сөзінде бүгінгі біздің өтетін жаңа әріп Л дыбысы кездеседі екен. Балапан сөзін буынға бөліп көрейікші. Балапан. Балапан сөзінде неше буын бар? Тамаша, балапан сөзі 3 буыннан тұрады екен. Балапан сөзінде Л дыбысы сөздің қай бөлігінде кездеседі екен? Дұрыс айтасың, ортасында кездеседі екен. Мынау Л дыбысының бас әріпі, ал мынау Л дыбысының кіші әріпі. Л дыбысы дауыссыз дыбыс. Себебі бұл дыбысты айтқанда тіліміз тісімізге тиіп, дыбыстар кедергіге ұшырап, қысқа айтылады. Л дыбысы созылмайды және буын құрамайды. Қанекей, менімен бірге қайтала. Л. Жарайсыңдар. Балалар, Л дыбысын айтып жаттыққан болсақ, бірлесіп жұмбақ шешейік. Мұқият тыңда. Тастан тасқа секіреді, қалқиып қос құлағы. Ойын болып көкірегі, аула оның тұрағы. Жұмбақтың шешуін таптың ба? Жарайсыңдар. Ешкінің төлі лақ. Ол үй жануары екен. Лақ сөзі Л дыбысынан басталады екен. Л дыбысы сөздің басында кездесіп тұр. Балалар, енді Л дыбысын дұрыс айту үшін жаттығып көрейік. Ол үшін тіл ұстарту жаттығуларын менімен бірге қайтала. Ла. Бұл әдепті бала. Лу. Біздің Нұрай солу. Тамаша, сен Л дыбысын дұрыс айттың. Жаңбыр тамшыларынан сөз құрап үйренейік. Балалар, әр жаңбыр тамшысында буындар берілген. Ал сендер буындардан сөз құраңдар. Сөз құрадың ба? Онда оқып көр. Ал, ала, алан. Тамаша, сен білімпаз бала екенсің. Балалар, сендер буындардан сөз құрап жаттыққан болсаңдар, енді берілген сөздерді бірге оқиық. Ал, ала, алан. Балалар, байқадыңдар ма? Біз айтқан сөздердің барлығында
Л дыбысы кездеседі екен. Енді келесі сөйлемді оқып көр. Алан, ала, доп, ал. Жарайсыңдар, сендер менімен бірлесе жақсы оқыдыңдар. Енді өзің оқып көрші. Оқыдың ба? Тамаша. Енді ала сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Ала. Ала сөзі неше буыннан тұрады? Дұрыс айтасың, 2 буыннан тұрады екен. Бұл сөзде неше әріп, неше дыбыс бар? Дұрыс айтасың, ала сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс бар екен. А. Жуан дауысты дыбыс. Л. Дауыссыз дыбыс. А. Жуан дауысты дыбыс. Жарайсың, білімпаз балақай. Сен бұл тапсырманы өте тамаша орындадың. Енді балалар, алған біліміңді қолданып көр. Ол үшін келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Жеміс атауларын дауыстап ата. Лимон, жүзім, алма, жаңғақ, алмұрт, апельсин, алхоры. Жарайсыңдар. Құрамында Л дыбысы кездесетін жемістерді себетке сал. Себетке қандай жемісті салдың? Атап көрші. Алмұрт, алма, алхоры, лимон, апельсин. Жарайсыңдар балалар. Сендер құрамында Л дыбысы кездесетін жемістерді білдіңдер. Ал енді Л әрпінің дұрыс жазылу үлгісіне назар аударыңдар. Мұқият қара. Л дыбысының әріпінің жазылуымен таныс болыңдар. Лдың бас әріпі ілгекше, көлбеу сызықтардан тұрады. Жазу жолының ортасына қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға сызып, жоғарғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу, түзу сызық жасаймыз. Одан төмен қарай көлбеу сызып, астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға ілгек жасаймыз. Лдың кіші әріпі ілгекше, түзу, көлбеу сызықтардан тұрады. Жазу жолының астыңғы сызығынан сәл жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға жасап, жолдың үстіңгі сызығына дейін көлбеу сыз. Үстіңгі сызыққа жеткен соң, сызықты төмен тартып, астыңғы сызыққа жете бере, доға сызықты астыңғы сызыққа тигізе, ілгек саламыз. Балақай, көркем жазуға дайынсың ба? Тамаша. Онда дәптеріңнің бетін ашып, Л әрпінің үлкен әріпін және кіші әріпін қайталап жазып жаттық. Балалар, біз бүгін Л әрпімен таныстық. Құрамында Л дыбысы кездесетін сөздерді білдік. Сонымен қатар Л әрпін көркем етіп жазуды үйрендік. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Онда орындаған тапсырмалар бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Бүгінгі сауат ашу сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.